Болашақта жер бетінде табиғи апаттар көбейе бастайды. Көп өтпей ғалымдар жер бетіне жаңа апат келе жатқанын анықтайды. Егер күн қазіргі жылдамдықпен кеңейетін болса, 100 жылдан кейін жер ғаламшарын толық жұтып алады екен. Ал 300 жылдан кейін күн жүйесі өзінің тіршілік етуін тоқтатады. Сондықтан әлемдік біріккен билік жылжымалы тау атты жоба ойлап табады. Жобаның мақсаты жер ғаламшарын үлкен қозғалтқыштар арқылы күн жүйесіне шығарып жіберу. Алайда бұл жобаға көп қаражат кететіндіктен халықтар арасында билікке қарсы шеруілдер өтеді. Тіпті адамдардың болашағы компьютерлер деп ойлайтын радикалды топтар пайда бола бастады. Олардың жоспары бойынша адамдар өз саналарын дискке жүктейді екен. Алайда олардың ресурстары шектеулі болғандықтан олар үнемі билік объектілеріне хакерлік және террористік шабуылдар жасайды. Билік өздерінің жобалары халықтың қолдауына ие болмағандықтан оны тоқтатпақ болған. Алайда Чжоу есімді қытайлық елшілік барлығын жобаның алғашқы бөлігімен жұмыс істеуге көндіреді. Олардың алғашқы жоспарлары қозғалтқыштарды ай серігінде пайдаланып көру болып табылады. Осылай осы жоспарды жүзеге асыру үшін билік өкілдері білікті ғарышкерлерді жинай бастайды. Солардың бірі пилот Лю. Олар діттеген жерлеріне келгенде оларға экскурсия өткізіп, оларды алғашқы сынақ ретінде ғарышқа лифті арқылы жібереді. Бұл лифт адамзат тарихындағы ең үлкен құрылыс болып табылады. Бұл адамдарға ғарышта болудың қандай екенін сезіндіреді екен. Ол жылдам көтерілгені сонша алғашында ғарышкерлердің барлығы естерін жоғалтып алады. Осы сәттен бастап оларға әртүрлі дағдыларды үйрете бастайды. Сонымен қатар олардың физикалық деңгейлері жақсы екенін тексеріп тұру үшін үнемі тест жұмыстарын жүргізіп отырады. Осындай жаттығулар кезінде Лю Хан есімді қызбен танысып, оны бір сәтте ұнатып қалады. Ертесіне олардың сапына қосымша резервтегі ғарышкерлер қосылады. Кенеттен дрондардың барлығы қоймадан өздігінен шыға бастайды. Тексеру жүргізген инженерлер жүйенің бұзылғанын анықтайды. Лифті белгіленген уақыттан бұрын көтеріліп, ал резервтегі ғарышкерлер киіне бастайды. Бақылаудан шығып кеткен дрондар базаға қарай шабуылдай бастайды. Пилоттар ұшақтарды дрондарға қарсы пайдалануға тырысуда, алайда ұшақтар дрондарға қарсы оқ атар емес, өйткені жүйе оларды одақ деп анықтап қойған. Дрондар бұны пайдалана отырып, лифтлердің бірін жарып тастайды. Ал жаңадан келген ғарышкерлер ескі ғарышкерлерді ұрып соғып, олардың құжаттарын тартып алды. Басқа бөлмеде Лю көзілдірікті күнге шағылыстыра отырып, құлып жүйесін бұзады. Ал кейін өзінің қансырып жатқан жолдасын тауып алады. Ол дереу қолына қару алып, террористерді тоқтатуға тырысуда. Базада ғалымдар террористік шабуылды тоқтату үшін жоғарғы деңгейдегі кванттық компьютерді алып келеді. Компьютер жүйеге қосылғасын олар хакерлік шабуылды тоқтата алды. Бірақ нәтижесінде дрондардың барлығы жерге қарай құлап, барлық жерде жарылыстар орын ала бастады. Лю болса әлі де террористермен ұрысуда. Осы сәтте оған көмекке Хан келіп оны құтқарып қалады. Бірақ террористердің бірі есінен танбас алдын детонаторды басып үлгерді. Нәтижесінде станция базаға қарай құлайды. Үлкен жарылыстар мен зиян алып келіп, жаңалықтардан осы террористік шабуыл кезінде 3000-ға жуық халық қайтыс болғанын хабарлайды. Бұл өз кезегінде халықтың шеруілдерді үдетуіне алып келді. Осындай қиындықтарға қарамастан қытайлық елші Чжоу қалғандарына оларға тағы бір мүмкіндік беруді сұрайды. Осылай бірнеше аптадан кейін экипажды айға жібереді, айлық қозғалтқышпен жұмыс істеуін жалғастыру үшін. Олар айға келе салысымен инженер Хэню өз заттарын тексеруге аттанады. Заттарының ішінде И-555 және қызы Яйдың бейнетаспасы екен. Онымен шектеулі деңгейде байланысады, 550 аның шектеулігінен. Сөйтсе ол ай жобасында жұмыс істеуге белгілі бір мақсатпен келіскен екен. Ол 550 жүйесіне рұқсат ала отырып, қайтыс болып кеткен қызының бірнеше секундқа созылатын бейнесін толық жасанды интеллектіге айналдырғысы келеді. Жұмыс барысында ол 550-ке Джа есімді еркек жауапты екенін біледі. Олар алғашқысы сынақ жұмыстарын жүргізеді, бүкіл базаны белсендіре отырып. Олардың компьютердің процесті аяқтағанын күтіп отырған кезде Чжао оған билік тәркілеп алған оның цифрлы көшірмесін береді. Бірнеше уақыттан кейін ол Шаоға Яйдың бейнетаспасын көріп, трагедия орын алған күнді есіне алады. Ол сол күні қызымен және әйелімен бірге көлікте келе жатқан екен. Ол қарсы келе жатқан жүк көлігін байқамай апатқа түскен. Әйелі бірден мерт болып кетсе, ал қызының бірнеше минуты қалған болатын. Сондықтан ол оның цифрлы көшірмесін жасату үшін компанияға алып барған. Алайда технология әлі толық дайын болмағандықтан олар қызмет көрсетуден бас тартқан.
Сол кезде сонды қызмет атқарған Чжао оған өз көмегін көрсетуге келіскен екен. Бірнеше уақыттан кейін олар жақындап келе жатқан қауіпті күн дауылы туралы ақпарат алады. Қызметкерлерге дереу арада базаға қайта оралу керек. Олар соңғы уақытта ғана базаға кіріп үлгереді. Бірнеше күннен кейін олар қозғалтқышты сынақтан өткізеді. Олар қалай қуанышпен айдың бұрышты қозғалуы орын алғанын көреді. Бұл дегеніміз араға 20 жыл ай серігін толығымен орнынан итеруге болады деген сөз. Олардың жеткен жетістіктер жер халқының жобаға деген сенімін қайта оралтады. Бірнеше айдан кейін олар қозғалтқышты жер ғаламшарына сынап көрейін деп шешті. Сынақ кезінде экран қараңғыланып, барлығы жоба сәтсіз болды деп ойлай бастаған. Бірақ кенеттен олар қалай жердің дірілдеп жатқанын, ал кейін жарық ғарышкерлер базасынан шыққан сәуленің куәсі болады. Олар жер ғаламшарының бұрыштық орын ауысуы орын алғанын анықтап, барлығы қуанышпен тойлай бастайды. Енді жер ғаламшарын бірнеше жылдан кейін күн жүйесінен шыға аламыз деп қуанып. Осылай арадар бірнеше жылдар өтіп, билік оданда мықты қозғалтқыштар жасаумен айналысуда. Әр жыл сайын сынақ жұмыстар жүргізіп, халықтың оларға деген сенімдері арта бастағаны сонша ереуілдер саны азайып кетеді. Алайда қазір салынып жатқан жер асты қалаларына кез келгенді өткізе бермейді екен. Ал онда рұқсат алу екінің бірінің қолынан келмейді. Жер шарының айналуы жыл сайын баяулап жатқандықтан адамдар 60 сағаттық режимге ауысып, әлемдік интернет толығымен өшіріледі. Жер шарының өз орнынан қозғалуы әлемдік апаттардың санын арттырып, халық арасында рак ауруы көбейе түседі. Лю мен Хан үйленіп, олардың баласы пайда болады. Олар жерасты қалаларына рұқсат ала алмай қаламыз ба деп қатты уайымдауда. Оның үстіне Хан күн радиациясының салдарынан рак ауруына шалдығады. Арада 14 жыл өтіп, Лю майор шенішінде әңгімелесуге аттанады. Жаңа станцияны жіберетін навигаторлардың бірі болу үшін. Лю сұхбаттасу кезінде отбасында жалғыз тастап кеткісі келмейтінін, бірақ оның басқа таңдауы жоқ екенін айтады. Өйткені бұл оның ұлына жерасты қаласына рұқсат алып беруге мүмкіндік беретін жалғыз мүмкіндік екен. Ар жақты сұхбаттасуды естіп отырған Ханюда өз қызын есіне алады. Сұхбаттасушы оның әйелінің көп өтпей өлетінін айтқан кезде Лю өз-өзін ұстай алмай қалып, стресс тесттен өте алмай қалады. Осыдан кейін Лю өзінің әйелімен бірге уақыт өткізу үшін ауруханаға қарай барады. Ханюге Людің сөздері қатты әсер етіп, ол кешке таман базаға еніп, қызының санасын 550 юға жүктейді. Бұл өз кезегінде ай жүйесіндегі мәселеге алып келіп, барлық қозғалтқыштар істен шыға бастайды. Күзетшілер дереу арада Ханюды есінен тандырып, оны алып кетеді. Ханюдің келтірген зардабының нәтижесінде айдың қозғалтқышы жарылып кетіп, нәтижесінде ай өзінің басым бөлігінен айырылады. Бұл жарылыс сонымен қатар ай серігін жерге қарай итереді. Жоу кенеттен цунамилердің өз көлемінде үлкейгенін анықтайды. Бұл төтенше жағдайдың салдарынан Лю өз жұмысына дереу арада оралу туралы хат алады. Әлемдік көшбасшылар жерасты қалаларын аша бастады, адамдарды кіргізу үшін. Лю өз жұмысына оралмас алдын оның жұбайы Хан қайтыс болып, ал кейін балаларын жерасты әлеміне алып кетеді. Жоу аймен соқтығысудың алдын алу үшін жер бетіндегі барлық ядролық қаруларды пайдаланғысы келеді. Бұл уақытта Чжао Ханюге түрмеге барып, олар жердің қозғалтқышын белгіленген мерзіміне бұрын қосатындарын айтады. Сондықтан детонациялардың бірлескен бақылауын қамтамасыз ету үшін оларға әлемдік интернет қажет. Серверлердің бірі қазір жер астында, сондықтан Чжао солардың біріне Ханюдің қарағанын қалайды. Оны өз айтқанына көндіру үшін оның қолында яйдың санасы сақталған дискінің қалғанын көрсетеді. Айдың айналасында астероидтар паясы пайда болғандықтан ядролық бомбаны тасымалдау үшін ең үздік пилоттар дайындалады. Үздік пилоттардың ішінде Лю де бар. Осылай шаттлдар аспанға көтеріліп ұстайды. Астероидтар шамадан тыс тез қозғалғандықтан олардың бірнеше шаттлдары астероидқа соқтығыс жарылып кетеді. Нәтижесінде команда өзінің 200-ге жуық оқ тұмсықтарынан айырылады. Тірі қала алғандар дереу арада ленталарды іздей бастайды. Өздерінің кислородты қамтамасыз етіп отыратын бас киімдерінің зақымдардан жамау үшін. Олар діттеген орындарына қалған оқ тұмсықтарды жаяу жеткізейік деген тоқтамға келеді. Лю жастардың осылай тез өлгенін қаламайды. Сондықтан ол өз-өзін құрбан етейін деп шешіп шаттлдан шығады. Ал жер шарында 3 команда серверлерге келіп су астына енеді. Ханю дрондармен және арнайы құралдардың көмегін пайдалана отырып, Пекиндегі ғимаратқа еніп, серверге апаратын есікті табады. Алайда құрал қысымға шыдай алмай, бақылаудан шығып кетіп, сондағы қызметкерлердің бірін жаралайды. Чжао оның жарасын тануға асыққан, алайда оның қолында қажетті дәрі-дәрмектер болмай, еркек сол жерде мерт болып кетеді. Қалған команда мүшелері денені алып жатқанда, Ханю мен Чжао тапсырманы аяқтап, байланысты қайта қалпына келтіріп, интернетті қосу үшін қолдарынан келгендердің бәрін
бәрін істеп бағуға тырысуда. Кенеттен жерге ай серігінің қалдықтары құлай бастайды. Ғимарат құлаған қалдықтардан қирап, сондай үйінділердің бірі Чжаоның аяғын басып қалды. Ол тіпті дронның көмегімен үйінділерді алалар емес. Сондықтан Чжао өзінің осы жерде өлетінін түсініп, Ханюға пароль мен кілтті берейін деп шешеді. Айдың қалдықтары жер бетіндегі барлық маңызды объектілердің күл талқанын шығара бастады. Ал адамдар жер асты қалаларына тезірек ену үшін бір-бірін итере бастады. Чжао нашар хабар алады. Олар оқтұмсықтардың барлығы бір уақытта жаралмайды, өйткені әрқайсысы әртүрлі модельдеген. Чжао өз үмітін сөндіре бастаған, алайда осы сәтте ғалымдардың бірі оған басқа таңдауды ұсынады. Ғарышкерлерді аспанға жіберіп, әр оқтұмсықты қолмен жару қажет, өз-өздерін құрбан ете отырып. Операция үшін 300-ге жуық адам қажет. Осылай жастары 50-ден асқан ғарышкерлер жастарды құтқарып қалу үшін өз-өздерін құрбан ете отырып шаттылдарға отырады. Лю олардың келгенін көргенде қатты таңғалыста қалады. Оның коммуникаторы сынғандықтан ол өзінің егде жастағы ұстазымен қоштасамайды. Билік Токиодағы және Далластағы серверлердің жұмыс жасағаны туралы ақпарат алады. Бірақ тек Пекиндегі емес. Шешім табуға ұмтылған ол сана дискін компьютерге қосады. Дәл осы сәтте ғарышкерлер ай үстінде ядролық бомбаларды жара бастайды. Ай сәтті түрде жарылды. Алайда оның қалдықтары жер бетіне құлай бастайды. Сондықтан жер ғаламшарын дереу арада орнынан қозғалту қажет. Ханю Яйдің бейнетаспасын қосып, одан интернетте іштен белсендіруді өтінеді. Осы сәтте ол толығымен су астына кетіп қайтыс болады. Барлығы өздерінің үміттерін сөндіре бастады. Алайда осы сәтте Чжао әлі мүмкіндіктері бар екенін айтып, қозғалтқышты іске қосуды бұйырады. Барлығы оны есінен алжасқан деп ойлай бастаған. Алайда кенеттен Пекинде Ханюдің санасы іске қосылады. Компьютердің ішіндегі қызымен қосылған Ханюдің жасанды интеллектісі серверді қосу жұмысына кіріседі. Соңғы сәтте олар жерді орнынан қозғалтып, адамдардың бәрі қуаныштан секіре бастайды. Араға 7 жыл салып жер ғаламшары ұшып кеткен кезде, жер ғаламшары қайтадан 24 сағаттық жүйеге оралады. Чжао зейнетке кетіп, оның ізбасарлары оның ісін жалғастырайын деп шешеді. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.